Al екінші марш, мама қалайсың? Ой балам, кенжетайы өзі кішкентай бөпесі, бөпемен Алла қаласа радамнан шайын деп жатыр выписка. Керемет күн, ерекше күн. Ерекше күн, Алла қаласа мына кісі қуанып тұрады. Бар енді боян. Бар дайындал. Дайындалып бәріміз мен бояндыратын боламын. Ал мына кісі папасы келіп келе жатыр. Папа дайын ергесін. Ал баршаларыңызға қайырлы күн халқым, қалдарыңыз қалай? Ортамызға ереке қосылды. Қалайсыз, брат? Астанадан таң ата келді бұл кісі. Бүгін өйткені бізде қандай не үшін келіп отыр? Бүгін айтсаңдаршы. Бүгін бізде выписка! Ура! Алла қаласа мақпалды. Бүгін шығарамыз роддомнан, соған қазір тұрдық, боянып, сыланып шығатын боламыз. Айбай! Осы ерекең келмесе мақпал шықпай қалушы еді. Мама келіп жатыр. Мама келіңіз, аста түсіңіз, бәріміз сыланайық, боянайық. Бүгін біздің үйде той, праздник. Қаншама жан құттықтау жазып жатыр. Баршаларыңызға көп рахмет, прям очень приятно. Дайындық. Көңіл күй деген керемет. Бұл сандық алдында кетті. Мен Павлодар бұл жолы Семейдегі туысқандарына барып қайтты. Жолда не проводниктің бәрі достарым болып, қасындағы достар, оқырмандарым. Сендердің подписчиктерің Папа Жұлдыз фотоға түсіпті, о четке. Маған менен сұрады ғой, Ошыға кетіп бара жатқан кезде бір проводник, сіз Елшін Жанерке әкесі деп, жоқ емес деп кіріп кеткен. Сосын енді бір жарты сағаттан киімді ауыстырып, атсалай деп барсам, проводник бүйтіп отыр екен. Аға, расыңыз айтты, Елшін емес пе деп едім, иә деп едім. По бағана деген айтып емес, күні бойы ойладым дейді. Не деген ауымайды, Ол кісілер көп орысша сөйлейді ғой. Нан қараңыздар, как всегда біздің жақсы сөйлейтін, нанмен майға шейтін, маймен қаймақ. Рахмет, осылай папа жүрген жерінен өз берекелі адам. Арқан дарқа болып жүреді. Ұстамашы. Рахмет. Ал енді қазір бізге өз қолмен сорпа істеп жатыр. Мақпал қызына сорпа істеп жатыр. Сорпа ішеміз. Мамаға көмектесеңізші. Мамаға көмектесіп жатыр ғой, шаршады ғой. Қалай болды, айтшы жан. 100% болыпты. Керемет, тамағыңа дәнді болмаған. Сізге көмектестім ғой. Әрине көмектесіп кішкене қолым нетіп қалды. Мен де қадамға кісі келсін дейді. Мынау хан сияқты өмір сүріп жүрейін. Құдай болсын. Пельменді атасы түйісті маған. Үш күні тамақ істедік қой. Рахмет. Ас болсын, жеп от. Кез келген нәрсені құру қиын болады. Кеше 1 сағат құрдыңдар, е? Қазір бұны қирату 6 секунд болады. Бітті. Шаңырақ кетсе, қалғаны фук деп желін үрлей салады. Папа қызық қой, жаз бойы жатам деп өзі жатпаған, үйдегілерді де байшы жатқызбаған ғой. Күйеу баласын алып берген.